Baular olamlar aytadi, demek Peygamber Aleyhisselam'ın hak yoluna жүрүү оңай емес baular. Rasulullah'ın өзүнө не bir кыйынчылыктар келди карасаңыздар. Endi hozirgi kunda biz bilan sizlarga da o'ylamangizlar. Ne жақсы сөз жоқ. Барған сайын қиыншылық бола береді негізінде. Hadis бар. Rasul Aleyhisselam осыдан 14 ғасыр алдын айтып кеткен. Сондай бір заман келеді дейді, ақырет қиямет жақындаған кезде менің үмбетім деген қолына шоқ ұстағаннан да дін ұстанып жүру ауыр болатын заман келеді деп айтқан Rasul Aleyhisselam. Міне қазір барған сайын дінді қаралап жатқандар көбейіп кетті. Біреулер не бір қылмыс жасап жатыр, оны адамдар жамандап жатқан жоқ. Бірақ жаңағыдай не қарындастарымыз орамал тағып жүрсе, бір бауырымыз намаз оқып жүрсе, та басқа қылып жүрсе, оған мына жақта көп сөздер айтып жатыр. Бұл да ненің белгісі? Қияметтің белгісі. Қиямет өте жақын бауырлар. Қиямет жақын. Бауырлар, демек дінімізде ойламайық. Менде дәр жақсы бола береді, әрі намазды оқып жүре беремін. Жоқ. Намаз оқып деген сөз, сіз барған сайын Аллаға жақындап жатсыз. Барған сайын сынақ қатты болады. Аллаға, сол сынақтың артында Аллаға рахматы бар. Осы намазымызбен құлшылығымыздың бауырлар қатты тұратын мәселелердің бірі. Жаңағыдай сынақтарға сынып қалуға болмайды. Намазына біреу тиіссе, намазын тастап кетуге болмайды. Немесе қарындастарымызға біреу орамалына тиіссе, орамалын шешіп тастауға болмайды оларға. Құдайдың парызы өткені ол. Аср сүресінде Алла Тағала айтады: "Уал аср иннал инсана лафи хуср." Адамдардың баршасы қасіретте дейді Алла Субхана Тағала. Қасірет деген өкініште дейді. Адамдар оны білмей жатыр. Адамдар негізінде өкініште, сондай қасіретте өмір сүріп жатыр дейді. Бірақ мынадай 4 сипаттағы адамдар олардан емес дейді. Иллаллазина аману. Иман келтіргендер ол қасірет шегетін қауымдардан емес дейді. Ва амилу салихат. Жақсы амал істейтіндер ондай қауымдардан емес. Ва тавасау бил хақ. Ақиқатта қатты тұратындар олардан емес дейді. Ва тавасау бис сабр. Сабырлар олардан емес дейді. Бауырлар, демек намаз ол қатты тұратын амал. Намаз тастап кеткен Құдай сақтасын. Оразадан тастап кеткен Құдай сақтасын. Өйткені Расул Алейхиссаламға да оңай болып жатқан жоқ. Тіпті сахабалар: "Я Расулалла, Аллаға дуа жасасаңызшы, бізге бір Алланың көмегі кезінде мына мүшриктер күн бермей қойды ғой бізге" деп айтқан кезде Расул Алейхиссалам: "Бауырлар, сабыр етіңіздер. Алладан көмек келеді міндетті түрде. Сабыр етіңіздер. Біздің алдымыздағы қауымдарды сол кезде мынау темір тарақтармен еттерін сүйектерінен ажыратып, тырмалап, азаптаған қауымдар болған. Олар да сабырлы болған. Сосын сабыр етіңіздер" деп Расул Алейхиссалам сахабалар неге шақырды? Сабырға шақырған. Демек, намаз оқып жүрген адамдарға, дін жолында жүрген адамдарға қандай сөз жоқ? Өйткені пайғамбарға жақсы сөз болмаған. Расул Алейхиссаламды ақын деді, жынды деді, сиқыршы деді, басқа деді, жақсы сөз ерген емес Расул артынан. Енді Расулның артында бауырлар, міне үмбет біздер келе жатырмыз ба? Біздерге не болмайды? Жақсы сөз болмайды. Бірақ кім не айтса айта берсін, бірақ онымен дін әлсіреп жатқан жері жоқ, Құдай сақтасын. Қиямет кешін Алла өзім сақтайын деген дінді Алланың сүйіктісі болу оңай емес бауырлар. Осы дәрістер бізге ғибрат болсын иншалла. Біздер де осы дінімізде не бекем болу керек. Құранда аят бар, Алла Тағала айтады: "Сендер иманға келгеннен кейін сыналмаймын деп ойлап қалмаңыздар" дейді. Ол сынақ Алланың рахматы, Алланың көмегі, Алланың бізге беретін көп уәде еткен сауаптар соның артында тұр. Құрметті бауырлар, демек біздің күнімізде Аллаға шүкір тәуба, жаңа сөздің басында айттым, біз тәуелсіз мемлекетпіз. Әуелі Алла екінші тәуелсіздіктің арқасында Құдайдың 40 парызын орындауға толық жағдай жасалынды. Осының қадірін біліп бауырлар, елге, жерге, ұлтқа, дінге дұға жасап бауырлар, амалымызды жасап, исламды көркейтіп, барынша бауырлар біз дінді көркейтіп дамыта беруіміз керек екен. Бірақ соның арасында жаңа айтылғандай жақсы сөз болмайды.